Қырғызстанда той болып жатыр. Марсель жеңісің құтты болсын. Бұл тек сенің жеңісің емес, бұл бүткіл Қырғызстанның жеңісі. Алға! Anda bir kutu ama adamlar ulan yüzü kutu. Koңылым босап кетті öyle. Қаншама адам действительно жақсы көретіндер енді байқалып жатыр да. Алдында адамдар суретке түсе бергеннен шаршайсың ғой адам болғаннан кейін. Шаршап кеттім деп едім, Құдай маған қайтадан сол чувствоны қайтартты. Типа, сені жақсы көреді ғой бұлар деген нәрсені көрсетіп жатыр да. Сен қалай бұлармен суретке түскің келмейді, бұлар сені жақсы көреді. Міне қарашы, сен ұтылып қалсаң да келіп тұр, адам танымаймын, мен ана ешқайсысын танымаймын, бәрі өздері жиналып алған. Мен келетінімді біледі ғой, мен өзім айттым ғой, соқты дегенімді. Ерінбей таңғы 4 сағат келіп тұр ғой аэропортқа. Брат, нормально болады бәрі деп үшін. Көңілім босап кетті ғой. Кімді бүйтіп күтіп қалған адамдар? Ешкім күтпеген ғой. Бәріне рахмет. Надан кейін қалай ұрмайсың, қайтып келіп қалай ұрмайсың, мынандай заряд. Ағай жордорго, алтында болған ағаларыбызға жана атактуу блогерлерге бир ыраазычылыгымды билдирчү кам. Насылсыңбы? Assalamu alaykum, Kırgız elim barkılarga çoğun rahmat. Gelip kütüp alganlarga. Maka köpçülüğü geldi, çoğun rahmat, Allah razı olsun. Men mına koyga çıkkanda lично şu el üçün korkuttum men. Özüm üçün baştan korkuttum. Siz de Kırgız eli uyat bolup kalmasın dep dakansa turup ошол себептен жакшы болуп. Ошол себептен Kırgız eli Кыргызстан алга. Ассалаумалейкум, қазақ жігіттер, бауырлар, достар. Енді кеше Еркебұланның ұтылып қалған жекпе-жегі біразына ауыр тиді, маған да ауыр тиді. Енді қолдап жатқан бауырлар бар, хейтерлар бар, жазып жатқан анау-мынау хейтерларға ұрған бар конкретно. Маған өтіп кетіп жатқаны өзіміздің тренер бауырлар, тренер әр қаладан достарым дұрыс тактика қойылмады, дұрыс дайындалмады, сол оқиға дұрыс істемеді дегендей. Сендер білмейсіңдер тренировкада біз қалай жұмыс істегеніміз. Сол бір ай қандай тактика қойдық, Марсельдің не жұмыс істеп жатқанын мен оны білем, қалай жұмыс істеп жатқандарын. Не, сол қол прямой, арт қолы атылады, сол оқай, любой сол оқай отырады, арт қолымен атылады. Соның барлығы снизу, прямой, разрез ударлар. Тренировкада, отработкада соны істедік, бір ай бойы таш істедік. Бойға шықтық, шықпай қалды. Болады ондай. Салмақ па, может, артық көп салмақ қуып қойған. Дұрыс восстановление, ол да дұрыс болған жоқ. Просто оны танымай қалдық, бойға шыққан кезде ол өзі де айтып отыр, біз көріп отырық шеттен. Углды айтып отырмыз. Басқа Еркебұлан болып шықты, мен түсінбедім соны. Ответ айтатыным жігіттер, енді Мұхит ағамыз айтып отыр ғой. Тренердің кінәсі жоқ, осындай рахмет, братан. Көп оны да түсініп отырмын. Ол да бапкер, ол да түсінеді. Бірақ Еркебұлан өзінкін алады по-любому. Реваншта Еркебұлан постоянно өзінкін алған. Ұтылған бой соперникпен келесі реваншты алған. Марсельге вызов тастап, әр қазақ вызов тастап, оны көтін шелектей қылмақ қойыңдаршы, өтініш. Қалай мен бойдың алдында серьезно бардым да, тура сондай болып қайттым. Болды. Ол потому что мен өзім солай жүремін. Өзім болмысым сондай ыржың емес ол. Бойдың алдында мен солай барам, турнирдің алдында. Тура солай қайтам. Ұтылса да, ұтса да. Мен өзім ұстаным сондай. Әлем деңгейде бокс атқан боксшыларымыз бар Қазақстанда. Олимпиадаға барып атқан боксшыларымыз бар. Ұтылып қалып атқандар бар. Біраз қазақ жігіттер оны білмейді. Ондай спортсмендер бар екен біздің Қазақстанда шынымен. Ал Еркебұлан ұтылған кезде біраз адамның қабырғасы қайысты. Біз ондай ошибкалармен жұмыс істейміз да енді болашақта. Одан кейін букмекерге сатылып кетті ма? Букмекерге қанша сатылды, қанша төледі? Мен білетін Еркебұлан ешқандай букмекерге ақшаға өзінің арын сатпайды ол. Мен сендерге прямой айтамын, бетіме келіп айтыңдар болмаса, сатылды ма, сатылмады ма деп. Ал жігіттер Еркебұланның тактика жағы, школа жағына келіп айтып жатқан тренер бауырлар, достар, сендер Еркебұлан сияқты осындай медиа баланы алдыңдар да, с нуля дайындаңдар да, осындай аз уақытта сондай деңгейге жеткізіп көріңдер. Қолдарына келсе. Еркебұлан досым ғой, басынан келді ма, тегін дайындалды ма? Қазіргі медиа любой жігітті алдыңдар да, солай тегін дайындаңдар. Тегін дайындауға ешқайсыларың желанияларың жоқ сендердің. Сол айтарым сендерге.
дайындаңдар, осыны аз уақытта школасын қойыңдар, осыны дәрежеге жеткізіңдер, осыны школа, осыны ударға қойыңдар, сол кезде әңгімелерің айтсақтарға жарасады. Сол үшін жігіттер. Если грустить, то за рулем гелика деп қоясың. Ассаламу алейкум кыргыз элим. Аэропортко келип тосуп алгандарга Алла разы болсун. Чын жүрөктөн разы болуп калдым. Мынчалык көп адам келип тосуп алат деп эч ойлогон эмесмин. Анан мен кече бутуман операция болгом. Тамырым жанагындай вена кичине ишип кетипчи. Ошого 6 жип тиктиргем. Ошол себептен настроением жок, кичине мындай бирөө жарымга мындай жакшы көңүл бурбай калсам кечирим сурайм. Бардыңарга көңүл буруп, ар бириңерме учурашкым келди. Бутум ооруп, чыдабай, баса албай мындай кичине аксап жүрдүм, көрдүңөр. Ошого чоң рахмат кыргыз элим, Алла разы болсун. Чын жүрөктөн разымын. Кимде ким келип, реально чын жүрөктөн разы болуп калдым. Алла разы болсун, уже аэропортко адамдар батпай, прям мощный келип колдоп беришиптир. Чоң рахмат кыргыз элим, Алла разы болсун дагы бир жолу. Davcan. Серик, как тебе? Вкусно. Горче. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар, амансыздар ма? Менде бәрі жақсы, Аллаға шүкір. Ереванда жүрміз, гостиницада, сағат түнгі 1 болды. Билетті енді алып жатыр. Қазір бір жарты сағатта аэропортқа шығып, таңғы 5-те Москвадан кейін транзитом Алматыға ұшатын боламыз. Аллаға шүкір, қуанышқа шек жоқ енді. Marcel, gelmeşin bağırım sana kişilerim abraşıyla. Ben kişi yerken var. Önümde oturup. Көп демалып. Расыларын сeyit қама. Жақсам дайындал давай. Құдай қаласа жекпе-жегіміз болып қалса. Мен сені сыйлайым gelmeşin. Я тебя уважаю очень сильно. Інім ретінде, бауырым ретінде. Но внутри ринга, білесің ғой, оның бәрі болмайды. Я тебя уважу, родной, ренжіме. 39 жасар шал ағаң сені құлатады, ұйқыға жібереді, но это факт. Так что, сен үшін ММА-дің перчаткасын кидім. Неудобно екен, өмірінде бірінші мәрте киіп адым сен үшін. Сол жанмашин, не расслабляйся. Жалпы жігіттер, бауырлар, достар, менің өзім жеке өмірімде болсын, жұмысымда болсын, барлық нәрсе тәртіппен және есеппен. Бұл тәртіпті мен қасында жүрген адамдар, және де қол астымда жұмыс жасап жатқан көмекшілеріме, және де оқушыларыма, шәкірттеріме бәрінен талап етемін. Әрдайым жаттығу жасаймын, темір-тесек көтеремін, жүгіремін. Әрдайым маған былайша айтқанда өте қатты нагрузкалар келіп отырады. Сол себептен мен тамағым дұрыс, одан бөлек дұрыс витаминдер ішемін. Неше түрлі мықты витаминдерді ішіп жүргеннен кейін өздерің білесіңдер ғой, мынау біздің залымызда Аллаға тәубе, өзімнен бастап қол астында жаттығу жасап отқан шәкірттеріме деген қандай бір жұмыс жасап жатамыз. Не деген күш. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? SMS'laringizni ko'raman, hammalaringizga bitta javob qaytaraman. Million odam kuzatyapti, million odam SMS yozib, balet qilib, duo qilib turganlaringiz uchun Alloh rozi bo'lsin. Men keyingi boylarimga ham sizlarni shunaqangi xursand qilaman, mehnatdan to'xtamayman, yana mehnat qilaman, yana mehnat qilib, chiroyli boylar qilib, O'zbekistonimizni, vatanimiz bayrog'ini ko'taraman. Hammalaringizga rahmat.
gapiradi, gapiga desva qiladi. Inshaalloh keyingi boylarimni sanasini aytaman sizlarga, qachon bo'ladi, qayerga bo'ladi, duo qilib turinglar, nasib bo'lsa hammasi yaxshi bo'ladi. Men xursandman, hammalaringizga rahmat. Addushi. Sizlarni yaxshi ko'raman O'zbekiston. Sizlarni sevaman. Rahmat, kasal bo'lmanglar. Assalomu alaykum, bag'anlar qalaysizlar? Baycha, в городе Алматыға аман есен, Аллаға шүкір келдік. Алматыдамыз bag'anlar ham. Чотто. Кто где деп qo'yasың ғой жаңағы жерде ше. Бірдемас. Аллаға шүкір. Қалалар әдемі, өтті әдемі ше Москвада. Хорошо. Алғызым ғой енді. Еркебұлан тоқтар ұтылып қалды. Сол Еркебұлан тоқтар ұтылып қалса да бәрі енді сол тоқтарды күтіп алуға келді ғой. Мен өз тоқтарымды күтіп алуға келдім, короче, Данияр тоқтар. Все, шығады